Ертеде түлкі, тасбақа және кене дос болыпты. Бір күн олар жерден бір уыз тар тауып алыпты. Үшеуі ақылдаса келе, тарыны жерге егіп, көбейтіп алып, үшке бөліп аламыз деп шешеді. Түлкі бір жарды көріп: «Мен осы жарды сүйіп тұрайын, құлап кетер», деп жарды саялап жатып алады. Тасбақа жерді тырналап, тар егеді. Ал кене піскен егінді жиып алады. Олар көп тар алады. Олар түлкіні шақырады. Түлкі келіп, егінді көріп: «Тарыны үшеуміз бөлсек қаншадан тиеді? Аз мөлшерде шығатын шығар. Одан да үшеуміз жарысып, кім осса егін соған бұйырсын», деді. Мақұл деп, үшеуі қатарласып бір жерге келеді. Түлкі жүгіре бергенде, кене түлкінің құйрығына жабысып кетеді. Түлкі барынша жүгіріп, мәреге бірінші боп жетеді. Сонда кене: «Ей, мені басып өлтіресің бе?» деді. Түлкі: «Сен қашан жетіп алғансың?» деп сұрайды. Екеуі дауласып жатқанда, үсті басы қан жоса болып ентігіп, тасбақа келеді. Түлкі: «Мен бір пәле көріп келдім. Жаңа маған екі қара бүркіті және тазы иттері бар ат мінген екі адам келді. Түлкі, жолдасыңды тауып бер», деп мені қорқытты. Түлкі: «Мен сен туралы айтқан жоқпын. Енді олар маған сенбей, осы жаққа қарай келе жатыр», дейді. Сонда түлкі: «Мені айта көрмеңдір», деп жалынады. «Мына тарыны екеуің тең бөліп алыңдар. Мен сендерге ризамын. Аңшылар мені сұраса, білмейміз қайда кеткендіңдер», деп түлкі қашып кетеді. Сөйтіп, тарыны тасбақамен кене екеуі бөліп алыпты. Достар, мультфильм ұнаған болса, лайк басып, арнара тіркеліп, қолдау көрсетулеріңізді сұраймын.